Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңдер. Біз бүгін сіздермен бірге дәмі тіл үйіретін 5 минутта дайындалатын пиццаны жасаймыз. Бұл рецепті сіздермен асыға бөліскім келді, себебі бұл пицца шынымен де өте дәмді, әрі тез оңай жасалады. Видеоны көрмес бұрын каналға тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Сонда біздің жаңа видеоларымызды сіз ең бірінші болып көре аласыз. Бұл пицца табада піседі. Алдымен ыдысқа 2 жұмыртқаны жарып саламыз. Оның үстіне 4 қасық қаймақ және де 4 қасық майонез саламыз. Енді осылардың бәрін жақсылап араластырамыз. Араластырған кезде бәрі бір келкі болуы керек. Енді оның үстіне 1 қасық тұз саламыз. Жақсылап араластырғаннан кейін, оның үстіне 100 грамм ұнды аз-аздан қосып араластырамыз. Қамырымызды араластырып болғаннан кейін, осындай созылмалы болып тұрады. Қамырымыз дайын. Енді салмасын дайындаймыз. Ол үшін бізге қияр, үкіштен өткізілген ірімшік, помидор және де ұсақтап туралған болгарский перец және де осындай тауық етін ұсақтап кесіп қуырып аламыз. Пиццамызды дайындап бастаймыз. Ол үшін табанны міндетті түрде қыздырып алу керек. Оның үстіне майды жұқалап жағып шығамыз. Ал енді табамызға қамырымызды саламыз. Қамырды салып болғаннан кейін, оны қасықпен тегістеп алуымыз керек. Қамырды тегістеп алғаннан кейін, оның үстіне кетчуп жағамыз. Кетчупты қасықпен тегістеп жағып шығамыз. Кетчупты тегістеп болғаннан кейін, оның үстіне жұқалап кесіп алған қызанағымызды саламыз. Сосын қиярды бір қалыпты етіп саламыз. Оның үстіне қуырып дайындап алған тауық етін саламыз және де дайындап алған болгарский перецті қосамыз. Ең соңына үстіне өткіштен өткізіп алған ірімшігімізді саламыз. Енді табаны қақпағын жауамыз. Пицца орташа отта 5-10 минутта піседі. Біздің пиццамыз дайын болды. Енді оны алып, бөліктерге бөліп жіберсеңіздер болады. Шынымды айтсам, бұл пицца маған өте қатты ұнады, себебі ол тез дайындалады және де дәмі ресторандағы пиццалардан кем түспейді. Сіздерге де жасауға кеңес беремін. Видео ұнаса, лайк басып, комментария қалдыра кетіңіздер.